Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін шоколадты печенье деп аталатын керемет печеньенің рецептісін бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біз ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Оны осындай силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап езіп шығамыз. Енді оның үстіне қант саламыз. Тағы да араластырамыз. Және оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Тағы да осы күрекшенің көмегімен араластырып шығамыз. Араластырып болдық. Енді оның үстіне жылы сүт құямыз. Және венчикпен тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң крахмал себеміз. Яғни крахмалдың картофельный және кукурузный крахмалды екеуін қайсы бар, соны пайдалансаңыздар болады. Мен бүгін картофельный крахмалды пайдаландым. Араластырып болмаса, енді құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Оған ұн, какао және қопсытқышты саламыз. Електен өткізіп венчикпен араластырып шығамыз. Нәтижесінде менде осындай қамыр болып шықты. Жұп-жұмсақ, әрі керемет болып шықты. Енді тоңазытқышта 30 минутқа қойып қоямыз. Менде шамамен 30 минуттай тұрды. Енді тоңазытқыштан шығарып, осындай протеинді алдын ала майлап аламыз. Ал егер сіздерде антипригарный болмаса, онда пергамент қағазын жайып, үстіне шариктерді салсаңыз да болады. Осылай шариктер жасаймыз және оны қантқа аунатамыз. Егер қантты жақсы көрмейтін болсаңыз, онда аунатпасаңыз да болады. Мен тек сәнділік үшін қантты пайдаландым. Мен протеинге салып қойдым осылай барлығын. Енді бетіне сәндік үшін шоколадтарды көбіктерге бөліп салып шықтым. Егер де шоколад сізге ұнамайтын болса, онда салмауға да болады. Солай мен пісіре салуға да әбден болады. Енді қызып тұрған пеште 170-180 градуста шамамен 10-12 минут пісіреміз. Міне менде 12 минуттай пісті. Барлық жері толықтай пісіп шықты. Осындай үгілмелі болып піседі. Ол өте керемет. Және де шоколадтың дәмі керемет үйлесіп тұр. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.